атындағы мектеп-интернаты. Ахмет Байтұрсынұлы, шал мен ажал. Орманнан бір шал қайтты отын алып, бүкшеңдеп көтер алмай өліп талып. Отын жерге қойып біразырақ, қисайып жатты байғұс ойға қалып. Мен сорлы, кәрі, әлі жарлы, асыра оңай емес үйлі жанды. Қартайдым, жалданарға қайратым жоқ. Бермеді түтін арлы құдайым алды. Бұл маған не қылғаным, жаратқаным, бір шалға үйлі жанды қаратқаным. Төлермін салық ақша қайдан тауып, қажетім бірін таптырмадым. Не қылдым құтқармастай бұл бейнеттен, күнім жоқ тілегімді қабыл еткен. Біреу кеш, біреу ерте өліп жатыр. Келмей ма маған ажал қайда кеткен? Мұны естіп ажал шалға жетіп келді. Неге? Жарайды, жарайды, хош келдің сен. Өзім аш, әрі кәрі, басым кем. Отынымды көтер алмай, арқалатып жібердеп, шақырып ем. Шал болсын жасы жетіп жеңген қарттық, я жүрген жоқшылықтың зарын тарды. Сау жер жоқ ағзасында, ауру да өлімнен тірілікті көрген артық. Кейбіреу көтер алмай жүрсе күнін, кейінгі сағатында тілейді өлім. Болады надандық пен зор күнәһар, ісінен құдіреттің білмей жөнін.